Ақжарқынның тойында Әлмира мен Камила арасында жанжал шықты. Құрметті көрермендер, тойда күтпеген оқиға орын алды. Қалаулым жобасының бірінші маусымның танымал қатысушысы Ақжарқынның дүбірлі ұзату тойы дүркіреп өтті. Той кезінде ешкім күтпеген жайт орын алды. Қосылайық жобасының редакторы Әлмира ханым мен Сезім бағы жобасының редакторы Камила ханым арасында үлкен дау шықты. Еске сала кетейік, Ақжарқынның тойы дүркіреп өткен болатын. Шараға қалаулым бір болайық, қалаулым лайв, қалаулым сен, сондай-ақ Сезім бағы және Қосылайық жобаларының танымал қатысушылары жиналды. Той барлық әлеуметтік желіде және ел аузында әңгіме тақырыбына айналды. Жанжал қалай басталды? Тамада барлық қалаулым қонақтарын тілек айтуға шақырған болатын. Осы сәтте Камила ханым Әлмира ханымға ескерту жасапты. Бұл туралы Әлмира өзінің Инстаграм парақшасында ашық айтты. Камила келіп, 4 сағат сөйлеме, Әлмира деді. Жарайды дедім, бірақ ұрысып бастады деп жазды ол. Әлмира Асқатқызы одан әрі сторисінде жанайқайын білдірді. Камила ұрысты. Мен ренжідім ал. Құлағыма не айтты деп ойлайсыз? Деп сұрақ қойды көрермендеріне. Той аяқталғаннан кейін Әлмира тағы бір жазба жариялап, өз ұстанымын түсіндірді. Мен ұзақ тілек айттым, бәрін сен айтып тастадың, біз сенен кейін сөйлей алмай қалдық. Деп кейбірі ренжіді. Менің болмысым сондай. Тілек айтудан тоқтай алмай қаламын. Мың жерден ренжсеңдер де, көре алмаушылық болып қалғандар болса да, мен сондаймын. Өзгере алмайды екенмін деп жазды Әлмира Камилаға жауап ретінде. Тойдағы тағы бір назар аударарлық жағдай. Қосылайық жобасының қатысушылары мисс Жаннат ханым мен Гага ханым тілек айтуға шықпады. Олар біз Қосылайық жобасымыз деп өз жобаларын жоғары қойды. Қандай жоба болмасын, бұл той қалаулым жобасының алғашқы маусымының қатысушылары үшін ерекше той. Көрермендер Ақжарқын қызымызға бақыт тіледі.